Бүгіннен бастап елімізде темекі қымбаттады. Ең арзаны 520 теңге тұрады. Бұл осы жылдың соңына дейін бекітілген баға, одан кейін де тауар сомасы әр 6 ай сайын өсіп отыратын болады. Айта кетейік, бұған дейін темекінің ең төменгі бағасы 500 теңге болатын. Бұған қоса бүгіннен бастап темекіні ашық сатуға, яғни дүкен сөрелеріне қоюға тыйым салынған. Сұрай береді, вот так былай ашамыз и былай жауып сауда жасаймыз. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстегі жаңа талап бойынша темекіні сөрелерге тізіп қойып сатуға тыйым салынады. Сатылымдағы тауардың тізімімен бағасын қағазға жазып, іліп қоюға ғана рұқсат бар. Әрі онда ешқандай сурет болмауы керек. Бұл зиянды әдеттен арылғысы келетіндердің жағдайы үшін жасалып отыр. Бұл тыйым қорқор қоспасы мен электронды темекі құрылғыларына да қатысты. Заңға бағынбаған кәсіпкерлер әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Штрафы у нас очень высокие. Темекіні ашық сатқандар 60 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалайды, яғни шамамен 200 мың теңге. Ал талапты үлкен сауда желілері бұзса, айыппұл 450 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Жағдай тағы қайталанса, айыппұл сомасы одан да көбейеді.